адамның басында екі түрлі проблема бар да. Оның басына бақыт келсе тасып кетеді, қайғы келсе жасып кетеді. Осы екі нәрсеге ұрындырмайтын нәрсе өмірі Алла тағаланы еске алу ғой. Бақытқа жетсе де Аллаға шүкір етіп жүрсе, қайғыға, қиындыққа ұшыраса да Аллаға тәубе етіп, Алладан кешірім сұрап, мәселенің шешімін Алладан сұрап жүрсе, адамның жүрегі тыныш болады да. Сол кезде өмірдегі барлық адам бай болса да, кедей болса да, атақты болса да, атақсыз болса да, әйелі сұлу болса да, сұлу болмаса да, бала-шаға көп болсын, аз болсын, енді Алла қандай тағдыр берсе де бақытты болады да. Қасиетті хадисте айтылған дейді ғой, мұсылманның жағдайы не деген керемет, оныкіндей жағдай ешкімде жоқ дейді. Оның басына бір жақсылық келсе, ол шүкірлік қылады, оған түбі ол қайырлы болады. Оның басына бір қиындық келсе, ол сабырлық қылады, ол да түбінде оған қайырлы болады дейді да. Яғни ол ешқашан ұтылысқа ұшырамайды. А бізде осы формуланы білмейтін адамдардың барлығы басына жақсылық келген кезде сол жақсылықты көтере алмай, бай болғанын, атақты болғанын көтере алмай, туысқандарына қарамай, бір адамдарға ауыр сөз айтып қойып, құтырып қиындыққа ұшырайды. Сонда өмірде екі ақ проблема бар. Қуаныш келсе тасып кетпеу, қайғы келсе жасып кетпеу. Бұның барлығын шешетін нәрсе сол жүректің тыныштығы. Ал жүрек тек Алланы ойлаумен тыныштық табады да.